Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін таңғы 8:00-ден бастап таулы аудандарда қардың еруіне және жауын-шашынның көп болуына байланысты Түркістан облысы, Түркістан, Кентау қалалары және Бәйдібек, Ордабасы, Сауран аудандары мен ауыл аймақтарын су басқан. Ауыл тұрғындары үйлерінен шыға алмай, ал мектеп оқушылары амалсыздан қашықтан оқу форматына көшірілген. Бұл жағдай елімізде бірінші рет емес, жылда қайталанады. Өкінішке орай өткеннен сабақ алу деген біздің басшылыққа қарап айтылмаған сияқты. Бұны не үшін қолға алмайды десек, олар жоғары жақтан бөлінген ақшаны қалтасына басу үшін немесе жоғары жаққа біз жұмыс істеп жатырмыз деп өздерін көрсету үшін істейтін сияқты. Халқым дейтін билік болмаса, билікке деген халықтың сенімі қайдан болсын. Дәл осындай жағдай алдағы уақытта Қызылорда облысында да қайталануы мүмкін дейді. Сақтансаң Құдай сақтайды деп, басқа да облыс немесе қала әкімдері осы жағдайға алдын ала дайындалса екен. Аллах тағала елімізді, жерімізді табиғи апаттардан лайым сақтай көрсін. Аман болайық. Секірмәді! Барсай сенде! Жағаға қаша бер! Мына көше бойына жиналған суды асфальтты ойып, былай мына жақта канал бар, каналға ағып жатыр.